Туған жер алтын бесігім акциясы аясында Самар ауданының күндері өткізіліп жатыр, ұйымдастырылып. Соның аясында жаңағы жәрмеңке алып келдік. Жәрмеңкеде ауданнан өнімдері, жаңағы ет өнімдері, оның ішіндегі жаңағы сиыр еті өнімі 2 тоннаға жуық, 1 тоннаға жуық жылқы еті өнімі, 20-дан астам бас қой ұсақ мал ет өнімдері алып келініп отыр. Оның бағаларына жаңағы жеңілдетілген, арзандатылған бағамен сатылуда қазіргі күнде. Жаңа қосымша оған сәйкес жаңағы бал өнімдері әкелінді. Жаңағы өздеріңіз көріп жатқандай жаңағы құс ет өнімдері алып келінді, сүт өнімдері алып келінді. Және өзіміздің ауданда жаңағы грант иегерлері алған болатын грант. Соған сәйкес жаңағы қол өнер, жаңағы ойыншықтар дейміз, қол өнер, қолдан тігін бұйымдарын әкеліп сатуда. Енді қазіргі күнде барлық ауыл шаруашылық тауар өнімдері барлық сапасына және де ветеринарлық барлық сәйкес сатылып, жаңағы арзан бағамен ұсынылуда. Құспен айналысамыз. Мариногорский округ, Мойылды ауылынан біз. Құстың қаз, тауық, индюк, күрке тауық, бәрін жай тауық бәрін асыраймыз. Жолдасымыз екеміз, міне осымен айналысып, осыны сатуға міне жәрмеңкеге келдік Өскемен қаласына. Жәрмеңке жақсы, пайдасы тиет бізге, жақсы өтіп жатыр. Балық алдық, сағынып қалдық. Бәрі бар. Оңай, жақсы.